Всем привет. Декретте отыратын адамдарға прям бүйтіп басымды ием ғой. Не завидую. Я вроде просидела бір жыл мына кісімен. И ол отырғанда да прям отырдым кәдімгідей. А бывают такие люди, которые декрет деген просто аты ғана шығады декретке. Там 40 дней после родов просидят, и одан кейін қаңғыр, қыдыр. Туда можно, сюда можно дегендей. Екінші баламен, вот я уже сколько? 5 месяцев дома, я уже с ума схожу. Лағым бар үйде. О, Құдай, бәрі қабаттасып. Еще мынандай адамдар бар ғой, которые 10 жылдап, 15 жылдап декретте отыратын да. Олардікі вообще милары қайнап отқан шығар. Біреу түртсене деп. Біздікі әлі бастамасы ғой. Инстаграмға, ютубқа кіріп қалсаң, еще успешный успех, как я заработал свой первый миллион, там, я тебя тоже научу, как я заработал за один день, деген сияқты бәрі ютубта ақылшы, ойбай, ананы істесең мындай болады, бүйтсең сондай болады, деп қайсысына сенеріңді білмейсің. Сөйтіп миың ағып отырады үйде. Елдің бәрі әйтеуір бірдеңе істеп жатыр, қайнап жатыр өмірлері, сен ғана үйде отырсың сияқты болып. Бір сондай периодтан өтесің ғой, декрет деген өзі солай ғой. Деп кейде өзімді жұбатам, бірақ та негізі ішің пысып, өзімді қоярға жер таппай кетесің ғой. Вот. Білмеймін даже. Үйде отырып, әйтеуір бірдеңені бастайсың, сосын выгорание болып тастап кетесің, қойшы құрсын деп. Сосын қайтадан анау успешный успехті көріп, қой бастайын деп қайтадан бастайсың. В общем, менде ғана емес шығар. Одан береке кетеді. Мен неше күннен бері күнде бірдеңе пісіріп әйтеуір шаршадым мен бүгін. Енді 2-3 күн болды ғой демалғаныма. Бүгін бірдеңе пісірет шығармын деп отырмын. Сол жағдай. Оны тастамау керек, оны алып кету керек. Пока мен ойлаймын, пока қолыңа бірінші табысың түскенше сөйтіп жүресің. Екі ойлы болып істеп, бір тастап. Одан кейін уже кететін сияқты. Пока когда выгорание, осылай әңгімелерін тыңдап отырыңыздар. Выгорание болмаған кезде салып отырамын. Пока еще басында ненің өтетінін, ненің өтпейтінін білмейсің ғой. Хочешь то это попробовать, то попробовать. Мынау не істейді, мынау қалай өтеді, мынау өте ма, өтпей ма деп пока анализ жасағанша жүргізіп отқан аккаунтың каша болып кетеді ғой. Сонымен миыңда каша, в общем, аккаунтыңда каша, оны қарап өзің настроениең түсіп, в общем, бүкіл ішкі жан күйімді айтып жатырмын ғой. Не болып жатыр, не қойып жатыр дегендей. Декретте отырсаңыздар, бір ау деп қойыңыздар. Біз біргеміз. Я не одна, которая елдің бәрінен қалып қойған сияқты. Вот. Біреулердікі болады ғой. Бір бүйтіп бастағаннан сразу бүйтіп ахват жинап, о деп көтеріліп кететіндер сразу. Солар не жейсіңдер? Что вы кушаете на завтрак, обед, не знаю. Что вы делаете для этого? Инстаграмда оқытам, бүйтем, сөйтем дегендер қазір көйіп кетті ғой. Оған әкесінің құнын сұрайды ғой еще. 800 мың, 900 мың, миллион, 500 мың, 100 мың, хотя бы жоқ дегенде 70-80 мың сұрайды ғой. Оқығың келмейді, хочешь все через себя пропустить. Үйде отырғаннан кейін ешкімге масыл болмай. Тағы бір айтатын маңызды дүние. Бір кем дүние ғой әйтеуір осы өмірде. Маминче. Содан қорқам да мен.
Бірақ неден қорқасың, сол болады дейді ғой. Дүниең болса, әйтеуір төрт құбыла тең емес болады дейді ғой. Инстаграмнан ертең жүргізіп кетіп, өліп тауып ақша тауып атсақ. Отбасыңды ойлайсың. Отбасыңды ойласаң, тағы андай қаржы жағы қалай болады екен деп ойлайсың. Сол үшін былай да әйтеуір шүкіршілік. Қорқасың.